Сәлем баршаңызға. Мен бүгін мынадай жазық көйлек тиейін деп жатырмын муслим матасынан. Муслим матасы білесіздер, таза мақта матасы. Мына марлевка сияқты, яғни марлевканың екі қабатталған түрі. Двухслойный деп айтады ғой, сондай муслим матасы. Мен детальдарын дайындап қойдым. Платья Селестаның выкройкасын аламыз. Мұнда мен сәл өзгерістер жасаймын, яғни жеңін мен қысқа жеңді аламын. Мұнда бұл көктем көйлегін мен жазық көйлекке айналдырамын. Мұндағы маған ұнаған деталь ұзын етекті және жағасы мынадай болғасын, осы көйлекті таңдадым. Және осы жерде біз жеңін басқаша қылып жасаймыз, яғни фонарик қысатып жасаймыз жеңін. Осындай лекалар бар. Мынау алдыңғы бөліктің юбка бөлігі, етегі, яғни алдыңғы жағы. Мынау алдыңғы жағы полочка. Осындай детальдары бар. Негіз детальдар көп, тек бұнда мен өзіме керектісін ғана алдым. Манжет бар, сондай сияқты детальдар көп. Мынау мына жердегі жағасы. Так, одан кейін мынау юбканың артқы бойы. Мынау жаңа белбеуі. Одан кейін мынау манжет, бұл негіз манжеттің бізге керегі жоқ. Жең қысқа болғаннан кейін мынау артқы бөлігі екі бөліктен тұрады. Мына осылайынан жасаймыз. Және мынау астыңғы етек бөлігі. Мына жердегі етек бөлігі, бұдан 4 бөлік керек. Біздегі келесі бөлік ол жең бөлігі. Бұл өте ұзын жеңі. Сондықтан мен бұны қысқартып қысқа жеңге айналдырамын, яғни жартысын ғана пайдаланамын. Одан кейін қалта керек, осындай қалта бөлігі бар. Және ең маңыздысы ол подворт. Бұл подвортқа біз дублирин қажет, дублиринді пайдаланып ішкі жағында тұратын бөлігі. Жалпы мен осындай сияқты көйлек тиейін деп жатырмын. Сізге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Содан кейін сіз осы видеоны бірінші болып көретін боласыз. Осындай әдемі муслин матасынан көйлек тігетін боламын.